Артур Бетербиев қазіргі таңда ең үздік нокаутер. Ол мансабындағы барлық жекпе-жектерін уақытынан бұрын аяқтаған. Қазір оның қанжығасында жартылай ауыр салмақтың 3 бірдей чемпиондық белдігі бар. Жақында ол белдіктерін британдық Каллум Смитке қарсы жекпе-жекте қорғайтын болады. Осы орайда біз 79 келідегі боксшылардың түсіне кірсе шошып оянатын ұлты шешен боксшы жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Артур Бетербиев 1985 жылы 21 қаңтарда Дағыстанның Хасавюрт қаласында дүниеге келеді. Ұлты шешен. Артур 11 жасқа толғанда ағаларына еріп бокс залына келеді. Алғашында бокс пен күрес залдарына қатар барып жүреді. Алайда тәртіп сақтауға аса құлқы жоқ баланы екі залдан да қуып жібереді. Күрес залына қайта жоламаған ол, бокс залынан бірнеше рет қуып жіберсе де орала берген көрінеді. Баласының білім жолымен жүргенін қалаған әкесі де Артурдың бокспен айналысқанын құптамаған екен. Алайда Бетербиев 16 жасында жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдесін жеңіп алған соң, әкесі ризашылығын берген көрінеді. Өкінішке орай чемпионат аяқталған соң арада 5 күн өткенде Артурдың әкесі жол апатынан қайтыс болып кетеді. Ресейдің құрама командасына қосылған Бетербиев 2006 жылғы Европа чемпионатында 81 келіде топ жарады. 2007 жылғы әлем чемпионатында күміс алған ол, 2009 жылы өзбекстандық Дилшот Расуловты жеңіп, алтын жүлдені ұтып алады. Осыдан соң 81 келіні Егор Михонцев есімді боксшыға қалдырып, өзі 90 келіге ауысады. Жаңа салмаққа ауысқан ол 2011 жылғы әлем чемпионатының ширек финалында украиналық Александр Усикпен кездеседі. Бұл салмақ үшін әлдеқайда кіші Бетербиев Усикті қуалап жүріп соғады. Тіпті 3-ші раундта нокдаунға түсіргендігіне қарамастан ұпай санымен жеңіліп қалады. 2012 жылғы Лондон олимпиадасының ширек финалында тағы да Усикпен жолығады. Бұл жолы да агрессивті мәнерде жұдырықтасқан Артурдың соққылары еңгезердей Усиктің блоктарынан өтпейді. Осылайша аз ғана ұпай айырмасымен жеңіліп олимпиаданы аяқтайды. Ал Бетербиевтің орнына келген Егор Михонцев болса, олимпиада финалында Әділбек Ниязымбетовті жеңіп алтын алған болатын. Олимпиададан соң кәсіпқой бокстағы мансабын бастауды көздеген Бетербиев алғашында менеджер таппай қиналады. Кейіннен қазір біздің Батыр Жүкенбаевтың менеджері болып жүрген Анна Ревамен келісімшартқа отырып, Канадаға аттанады. 2013 жылдың жазында 28 жасар Артур 79 келіде кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Алғашқы 5 жекпе-жегін уақытынан бұрын аяқтаған Бетербиев 2014 жылдың күзінде 79 келідегі бұрынғы чемпион Таворис Клаудпен кездеседі. Бетербиев алғашқы секундтан бастап қарсыласын қысымға ала бастайды. Соққысына салмақ салмаса да қарсыластарын қаңбақтай ұшыратын шешен боксшысы америкалықты 2 раунд ішінде 3 рет құлатып, жұдырықтасуға деген ерік жігерінен мүлде айырып тастайды. Artur Biterbiev has got his sixth. Okay, touch love. Good luck. Too much here in the opening frame. That's right. Down goes Biterbiev on a right hand. Келесі жекпе-жегінде әлі жеңіліс көрмеген Джефф Пейдж Артурды мансабындағы алғашқы нокдаунға түсіреді. Нокдауннан гөрі аяғы шалынысып құлаған Бетербиев орнынан тұра сала америкалықты қуалап жүріп сабап, екінші раундта берілуге мәжбүр етеді. Осылайша 1,5 жылдың ішінде 7 жекпе-жек өткізіп, барлығында нокаутпен жеңіске жеткен Артур Бетербиев әлемге танымал бола бастайды. 2015 жылдың көктемінде бұрын әлем чемпионы болған Габриэль Кампильоға қарсы жекпе-жек өтеді. Алғашқы раундта Артур қарсыласын оң қолдың тура соққысымен есеңгіретіп қояды. Алайда тәжірибелі испандық қашып жүріп өзіне келіп алады. Дегенмен уақыт өте келе қысымды күшейткен Бетербиев 4-ші раундта оң қолмен 2 рет соғып, Кампильоны ес-түссіз рингке сұлатып түсіреді.
Канадада кәсіпқой бокс мансабын бастаған барлық боксшылардың басында бар мәселе Артур Бетербиевтің де басына келіп жетеді. Қарсыластан қарсылас қалдырмай сұлап келе жатқан ол әлі күнге дейін чемпиондық жекпе-жекке тым болмаса жақындай түспегендігіне қынжылып, менеджермен келісімшартты үзбек болады. Алайда менеджері Артурдың ұсынған ақшасын асынып, оны бірден сотқа береді. Осылайша соттаса жүріп рингке шығып тұруды ұмытпаған Бетербиев 2016 жылы екі жекпе-жек өткізіп, екеуінде де жеңіске жетеді. Менеджерін ауыстырса да чемпиондық жекпе-жекке жақындай алмаған Артур енді промоутерін ауыстыруға бел байлап, ақшқа Боб Арумға келеді. Бұл уақытта 79 келедегі 3-1-де чемпиондық белдік Сергей Ковалевтің қолында болатын. IBF белдігіне басты үміткер Бетербиевтің ұсынысын қабылдамаған Ковалев осы жылы Андре Уордтан жеңіліп, белдіктерінің барлығынан айырылып қалады. Енді Бетербиевке Уордтағы IBF белдігіне міндетті үміткер дәрежесі үшін жекпе-жек ұйымдастырылады. Алайда жекпе-жекке дайындық кезінде Уорд мансабын аяқтайтындығын жариялап, белдіктер бос қалады. 2017 жылы иесіз қалған IBF белдігі үшін Артур Бетербиев пен неміс Энрике Келлинг арасындағы жекпе-жек өтеді. Бұл шешен боксшының ақштағы алғашқы жекпе-жегі болатын. Келлинг жекпе-жекті қорғаныста жүріп өткізе бастайды. Арасында жасаған оның шабуылдарын Бетербиев қарымта соққыларымен күтіп алып отырады. Осылайша жалғасқан жекпе-жектің 12-ші раундында Артур қарсыласын нокдаунға түсіреді. Келлинг орнынан көтерілгенмен жекпе-жек бітуіне 30 секунд қалғанда тағы да құлайды. Енді есеп ашудың қажеті жоқ деп есептеген рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады. Осылайша өзінің 12-ші жекпе-жегінде әлем чемпионы атанған Бетербиев енді менеджермен қоса канадалық промоутермен де соттаса бастайды. Ресейлік менеджерден Канаданың заңы арқылы оңай құтылған ол, алайда жергілікті промоутерден құтыла алмайды. Дегенмен соттаса жүріп ақшта белгін қорғау жекпе-жектерінде ұмытпайды. 2018 жылдың соңында әлі жеңіліс көрмеген британдық Каллум Джонсонға қарсы шығады. Жүрегінің түгі бар британдық алғашқы минуттан бастап шабуылға шығып Бетербиевті ығыстыра бастайды. Алайда Артур тек соққысы ауыр боксшы ғана емес, сонымен қатар техникасы да керемет. Алға ентелей жүрген британдықты күтіп алған ол, алғашқы раундта қарсыласын нокдаунға түсіреді. Екінші раундта шабуылға беріліп кеткен Бетербиев Джонсонның хук соққысын өткізіп алып, енді өзі нокдаунға түсіп қалады. Жетістігіне қанаттанып, енді бұқа секілді алға ентелей ұмтылған британдықты Бетербиев 4-ші раундтан бұрышта тұрған күйі нокаутқа жібереді. Осы жекпе-жектен соң канадалық промоутермен 2 жылға созылған сот процесі аяқталып, енді топ рэнгқа толығымен ауысқан Бетербиев енді арқаны кеңге салып жұдырықтаса бастайды. Бұған дейін ол 2 жылдың ішінде 2 рет қана жекпе-жек өткізген болатын. 2019 жылдың көктемінде чемпиондық белдігін сербиялық Радивоя Калайджичке қарсы қорғайды. Алғашқы секундтан бастап прессингті іске қосқан Бетербиевке сербиялық боксшы соққымен жауап беріп отырады. 3-ші раундта Артурдың сериялы соққыларынан Калайджич арқанға отыра кетеді. 4-ші раундта шабуыл кезінде Артурда ауыр соққы өткізіп алады. Дегенмен 5-ші раундта рефери жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болады. 2019 жылдың күзінде Боб Арум Бетербиевке WBC белдігінің иесі украиналық Александр Гвоздикке қарсы жекпе-жек ұйымдастырып береді. Лондон Олимпиадасының қола жүлдегері Гвоздик бұл уақытта әлі жеңіліс көрмеген болатын. Екі жеңіліс көрмеген чемпиондардың жекпе-жегін бүкіл әлем жұрты асыға күтеді. Жекпе-жек бастала сала Бетербиев әдетінше қарсыласына қысым көрсете бастайды. Гвоздиктің шешен боксынан қаймығып жүргендігі байқалады. Артурдың шабуылына шабуылмен жауап беріп жүргенмен қимылынан өзіне деген сенімсіздік байқалады. Ал Бетербиев болса жеңіл сериялы соққылармен прессинг жасап қарсыласының есін шығара бастайды. Осылайша сынау бастаған Гвоздикті Бетербиев 10-ші раундта нокдаунға түсіреді. Намысқа тырысып орнынан тұрған украиндық тағы да құлайды. Үшінші нокдауннан соң жекпе-жек тоқтатылады. Осылайша екі чемпиондық белдікті біріктірген Бетербиев осы жекпе-жектен соң 2 жылдай уақыт рингке шықпайды.
Алдымен Қытайдың мұсылмандарға жүргізіп жатқан саясаты үшін қытайлық боксшымен жекпе-жекке шығудан бас тартады. Осыдан соң пандемия басталады. Сонымен қатар жаттығу кезінде жарақаттанып қалған Бетербиев тек 2021 жылы көктемде ғана рингке оралады. Ресейде өткен жекпе-жегінде неміс Адам Дайнесті 10-шы раундта нокаутқа жібереді. Осы жылдың соңында WBC белдігіне міндетті үміткер Маркус Браунға қарсы жекпе-жек өткізеді. Алғашында Браун жақсы қарсылық көрсете бастайды. Алайда 4-ші раундтан баспен соғысудың нәтижесінде қақ маңдайынан қан кеткен Бетербиев жекпе-жекті тезірек аяқтау керектігін түсінеді. Енді қысымды одан сайын арттырған ол 9-ші раундта Браунды тізе бүктіреді. 2022 жылдың жазында WBO белдігінің иесі америкалық нокаутер Джо Смитке қарсы жекпе-жек өтеді. Тек алға жүріп бокстасуды ғана білетін Смит алғашқы секундтан бастап агрессивті мәнерде жұдырықтаса бастайды. Алайда алғашқы раундтың соңында Бетербиевтің қарымта соққысын өткізіп алып нокдаунға түсіп қалады. Белдігін тезірек Бетербиевке тапсырғысы келген Смит 2-ші раунд бастала сала басымен тағы да бірнеше соққын тосып алып 2-ші рет нокдаунға түседі. Бетербиевтің жұмсаған соққыларының барлығын басымен қабылдай бастаған Смитке жаны ашыған рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады. Осылайша Артур Бетербиев 37 жасында 3 бірдей чемпиондық белдікті біріктірген болатын. 2023 жылдың басында өткен соңғы жекпе-жегінде Бетербиев белдіктерінің барлығын британдық Энтони Ярдқа қарсы кездесуде қорғаған болатын. Англияда өткен бұл жекпе-жекті Ярд жергілікті жанкүйерлердің алдында намысқа тырысып бағады. Алайда уақыт өте келе Бетербиевтің ауыр соққылары мен қысымына шыдамаған ол сына келе 8-ші раундта қарсылықты мүлде тоқтатады. Осы жылы жазда тағы бір британдық Каллум Смитке қарсы жекпе-жек өтуі тиіс болатын. Алайда Бетербиевтің жарақатына байланысты келесі жылдың қаңтар айына шегерілген екен. Қазір Артур Бетербиевтің жасы 38-де. Кәсіпқой боксқа 28 жасында ауысқан ол 19 жекпе-жек өткізіп, барлығын уақытынан бұрын аяқтаған. Қазір оның көздегені 4-ші белдікті біріктіріп, абсолюттік чемпион атану. Алайда WBA белдігінің иесі Дмитрий Бивол онымен жекпе-жекке шыға ма әлі белгісіз. Егер келісе қалған жағдайда Бивол мен Бетербиевтің қайсысы басым түсер екен? Ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк баса отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.